Қайырлы күн, бүгін біз математика пәнінен 55-ші сабақты қарастырамыз. Тік төртбұрыштың және шаршының ауданын есептеуді үйренеміз. Келесі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ертеде көшпелі халық киіз үйдің егістік, жайылым және шабындық жерлердің ауданын жиі өлшеген. Олар мынадай өлшеу түрлерін қолданған: алақандай, алақанның ауданындай, үйдің орнындай, киіз үй орнының ауданындай. Бір парақ қағаздың, партаның, орындықтың ауданын алақанымен өлшеп көр дейді. Яғни бір парақ ақ қағазды аламыз, сол ақ қағаздың үстіне алақанымызды қойып көреміз. Ақ қағаздың бетіне қанша алақанымыз қаншере сыйса, сол ақ қағаздың ауданы сонша болады. Мысалы, алақанымыз 3-ге сыйса 3 алақандай, 4-ге сыйса 4 алақандай деп атаймыз. Партаны да орындықтың да ауданын дәл солай өлшеп көрсеңіздер болады. Келесі екінші есепке назар аударайық. Фигураның ауданын торгөз бойынша қалай табу керектігін есіңе түсір дейді. А нұсқасына қараймыз. Қатар бойынша сана. Шаршыда қанша қатар бар дейді. Яғни бұл шаршыда 4 қатар бар екен. Әрбір қатарда 4 торгөзден бар. Енді осы шаршыда барлық неше торгөз барын табу үшін 4-ті 4-ке көбейтеміз, 16 торгөз бар екен. Енді 2 торгөзіміз 1 сантиметрге тең болады. Яғни бір қатарда 4 торгөз бар, ол 4 торгөз 2 сантиметрге тең. Ендеше бұл шаршының ауданын табу үшін 2-ні 2-ке көбейтеміз, сонда шаршының ауданы 4 квадрат сантиметрге тең болады. Енді осы екінші есептің ән нұсқасына қарайық. Шаршының қабырғаларын сантиметрмен өлшеп, оның ауданын тап, қорытынды жаса дейді. Яғни шаршының қабырғалары 2 сантиметр екен, ауданын табу үшін 2 қабырғасын көбейтеміз. Шаршының ауданын табу үшін 2 қабырғасын көбейтеміз. Яғни 2 сантиметр 2 сантиметрге көбейтеміз, сонда 4 квадрат сантиметр болады. Ауданның өлшем бірлігі сантиметр, дециметр және метр екен. 1 квадрат дециметріміз 100 квадрат сантиметрге тең болады. 1 квадрат метр 100 квадрат дециметрге тең болады. Яғни тік төртбұрыштың шаршының ауданын тапқан кезде осы аудан өлшем бірліктерін қолданады екенбіз. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Ережені толықтыр дейді. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін оның ұзындығын еніне көбейтуіміз керек. Яғни S тең А көбейту Б. Бұл тік төртбұрыштың ауданын табудың формуласы екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Тік төртбұрыштың қабырғаларын өлше, олардың ауданын әр түрлі тәсілмен тап дейді. А нұсқасына қараймыз. Ұзындығын еніне көбейт дейді. Ә нұсқасына қараймыз. Енін ұзындығына көбейт дейді. Яғни тік төртбұрыштың ауданын табу үшін бірінші ұзындығын еніне көбейтіп табуға болады екен. 5 сантиметрді 2 сантиметрге көбейтсек, 10 сантиметр квадрат болады. Немесе енін ұзындығына көбейтіп табуға да болады екен. Яғни 2 сантиметрді 5 сантиметрге көбейтсек, ауданы 10 сантиметр квадратқа тең болады. Осылай тік төртбұрыштың ауданын әртүрлі тәсілмен есептеп табуға болады. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Ауданның өлшем бірліктерінің кестесін пайдалан, көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. 6 дециметр квадрат 600 сантиметр квадратқа тең болады. Себебі 1 дециметр квадрат 100 сантиметр квадратқа тең. 6 метр квадрат 600 дециметр квадратқа тең. Себебі 1 метр квадрат 100 дециметр квадратқа тең. 3 метр квадрат 300 дециметр квадратқа тең. 3 дециметр квадрат 300 сантиметр квадратқа тең. 5 дециметр квадрат 500 сантиметр квадратқа тең. 5 метр квадрат 500 дециметр квадратқа тең болады. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Тік төртбұрыштың белгісіз қабырғасын қалай табуға болады дейді. Кестеге назар аударайық. Бірінші фигураның ұзындығы белгілі 5 сантиметр, ені белгісіз, ауданы белгілі 15 квадрат сантиметр екен. Алдымен ауданның формуласын жазып алайық. Ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Ал енін табу үшін ауданын ұзындығына бөлеміз. Яғни 15 квадрат сантиметрді
5 сантиметрге бөлеміз, сонда ені 3 сантиметрге тең болады. Енді екінші фигураның ұзындығы белгісіз, ені 4 сантиметр, ал ауданы 24 квадрат сантиметрге тең екен. Алдымен ауданның формуласын тауып аламыз. Ауданды табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Ал ұзындығын табу үшін енін ауданына бөлеміз. Яғни 24 квадрат сантиметрді 4 сантиметрге бөлеміз, сонда ұзындығы 6 сантиметрге тең болады екен. Келесі жетінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. А нұсқасына қараймыз. Жылыжайда тіктөртбұрыш және шаршы пішінді гүлзар жасалды. Жылыжайдағы тіктөртбұрыш пішінді гүлзардың ұзындығы 6 метр, ені 4 метр. Ал шаршы пішінді гүлзардың ұзындығы 5 метр. Қай гүлзардың ауданы үлкен және қаншаға үлкен дейді. Алдымен есептен қысқаша шартын жасап аламыз. Тіктөртбұрыш пішінді гүлзардың ұзындығы 6 сантиметр, ені 4 сантиметрге тең екен. Ауданын табамыз. Одан кейін барып, шаршы пішінді гүлзардың қабырғасы, яғни ұзындығы 5 сантиметрге тең екен. Ауданын табамыз. Тіктөртбұрышты пішінді гүлзардың ауданын, шаршы пішінді гүлзардың ауданын тапқаннан кейін, олардың қайсының ауданы үлкен және қаншаға үлкен екенін анықтаймыз. Ол үшін алдымен тіктөртбұрыш пішінді гүлзардың ауданын тауып аламыз. Яғни тіктөртбұрышты гүлзардың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. 6 сантиметрді 4 сантиметрге көбейтеміз, сонда 24 сантиметр квадрат болады. Бұл тіктөртбұрыш пішінді гүлзардың ауданы. Енді шаршының ауданын табу үшін екі қабырғасын көбейтеміз. Яғни 5 сантиметрді 5 сантиметрге көбейтеміз, сонда шаршы пішінді гүлзардың ауданы 25 сантиметр квадратқа тең болады. Яғни шаршы пішінді гүлзардың ауданы тіктөртбұрыш пішінді гүлзардың ауданына қарағанда үлкен екен. Енді қаншаға үлкен екенін табу үшін 25 сантиметр квадраттан 24 сантиметр квадратты азайтамыз, сонда 1 сантиметр квадрат болады. Яғни шаршы пішінді гүлзардың ауданы үлкен, тіктөртбұрышты пішінді гүлзардың ауданына қарағанда 1 сантиметр квадратқа үлкен екен. Енді осы жетінші есептің ән нұсқасына назар аударайық. Жылыжайдағы қияр егуге арналған тіктөртбұрыш пішінді жердің ауданы 12 метр квадрат. Оның ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін? Яғни тіктөртбұрыш пішінді жердің ауданы 12 метр квадратқа тең екен. Яғни тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз, немесе енін ұзындығына көбейтеміз. Яғни 12 метр квадраттың ұзындығы 4 метр, ені 3 метр болуы мүмкін. Немесе ені 3 метр, ұзындығы 4 метр болуы мүмкін. Немесе ұзындығы 6 метр, ені 2 метр болуы мүмкін. Немесе ені 2 метр, ұзындығы 6 метр болуы мүмкін. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Өрнектерді салыстыр дейді. 450 азайту 50 өрнегі артық 450 азайту 400 өрнегінен. Себебі 450-ден 50-ді азайтсақ 400 болады, 450-ден 400 азайтсақ 50 болады. Яғни 450-ден артық болады. Келесі 678 азайту А кем 786 азайту А өрнегінен. Себебі аның мәні 1 деп, 1-ді аның орнына қойып тексеріп көрсек, 678-ден азайту 1 кем 786 азайту 1-ден. Себебі 678-ден 1-ді азайтсақ 677 болады, 786-дан 1-ді алсақ 785 болады. 677 кем 785-ден болады. Келесі 1000 азайту 400 кем 1000 азайту 6-дан. Себебі 1000-дан 400 азайтсақ 600 болады, 1000-дан 6-ны азайтсақ 994 болады. 600 994-ден кем болады. Келесі 120 қосу 90 кем 340 азайту 50 өрнегінен. Себебі 120-ға 90-ды қоссақ 210 болады, 340-тан 50-ді азайтсақ 290 болады. 210 кіші 290-нан болады. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп